Бірде жазды күні әкеммен лесіп ауылдан қалаға келдік. Шіркін, сол кездегі ауыл балаларының бір арманы қалаға барып балмұздақ дәмін көру болатын. Менің де бар ойым балмұздақ жеу еді. Бұл туралы әкем де білетін. Әкем екеуміз базардан үйге керек жарақты алып болған соң, балмұздақ сататын апайға кезекке тұрдық. Алдымызда бала шағасын ілестірген ығы-жығы халық. Сәлден соң балмұздақ сататын апай мен біздің арамызда бір ғана жанұя қалды. Бұл жанұя маған үлкен әсер қалдырды. Қатарда жасы 5-12 аралығындағы 5 бала болды. Олардың түріне қарасаң, бай жанұядан еместігін бірден білуге болады. Киімдері арзан көрінгенімен тап-таза, барлығы да тәртіппен бірінің артынан бірі кезекке тұрып, әкесі мен анасының қолынан қысып ұстауда. Балалар бір-біріне балмұздақ жейтіндерін айтып, мәз-мәйрам. Әкесі мен анасының да көңілдері биік. Екеуі бір-біріне дән риза. Анасының балаларының алдында әкелерін жоғары қоятыны байқалып-ақ тұр. Менің көз алдымда нағыз бақытты отбасы тұрды. Содан сатушы апай қанша балмұздақ керектігін сұрады. Жанұя әкесі әйелі мен балаларына қарап 7 деді анық дауыспен. Сатушы апай жалпы 7 балмұздақтың бағасын айтты. Бағаны естіген әйелі күйеуінің қолын жіберіп, басы төмен түсіп, сатушыдан бағаны қайта сұрады. Сатушы жалпы бағасын қайталады. Ақшаларының жетпейтіндігі жүздерінен анық байқалды. Көңілдері әп-сәтте бұзылған әке мен ана 5 баласына ақшамыз жоқ деп қалай айтсын? Бұл оқиғаны басынан бақылап тұрған әкем қалтасынан 200 теңгелік алып жерге түсіріп жіберді. Біз де жағдайы шалқыған отбасы емес едік. Содан соң 200 теңгені алып, әлгі жанұя әкесінің иығынан қағып, кешіріңіз, мынау сіздің қалтаңыздан түсіп қалды деді. Әкесі бәрін түсінді. Ол әкемнің көзіне тіке қарап, қолын теңгемен бірге қысты да, көзіне жас алып, рахмет, рахмет сізге. Расымен де бұл менің жанұям үшін үлкен маңызға ие, деді. Әкем екеуміз үйге алған керек жарақтарымызбен ауылға қайттық. Бұл күні мен балмұздақ жей алмадым, дегенмен бақыттың дәмін таттым. Бұл оқиға есімнен әлі күнге дейін кетер емес. Сол күні мен сәбилік көңілмен әкеме аз да болса ренжігендей болып едім. Ал қазір ойласам, әкемнің сондай ақылгөй, жүрегі жылуға толы жан болғанын мақтан тұтамын. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайтыны да осыдан. Ұрпағын жақсы істерге баулыған асыл әкелеріміз аман болсын.